Good day, children. How is it going? Now let's begin today's our new lesson. Open your people's book on pages 86 and 87. Қайырлы күн балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз snack attack, яғни тіске басарлар деп аударылады. Ол кітабымыздың 86-87 беттерінде бар. Сол беттердегі барлық жаттығулардың қалай дұрыс орындалу керектігін мен сіздерге жақсылап түсіндіріп беретін боламын. Ол үшін менімен бірге болыңыздар және де каналға тіркелуді ұмытпайық. Ал кеттік, бірге жаттығуларды орындап бастаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Балалар, келесі жаттығуда, 10 жаттығуда бізге әр елдің тіске басарлары жайлы мәлімет берілген, және де жоғары жақтағы сөздерді сәйкестендіруіміз керек. Unusual snacks, ерекше тіске басар, healthy snacks, денсаулыққа пайдалы тіске басар, sweet snacks, тәтті тіске басар деген. Енді әр елдің тіске басарларын оқып аударып шығайық. Шұбат, Kazakhstan. A bowl of шұбат or camel's milk makes a great snack. It tastes great and it's good for your health. Шұбат can cure a lot of health problems. Drink it all up. Яғни бір кесе шұбат, түйенің сүті, ол өте керемет тіске басар, өте дәмді және сіздің денсаулығыңызға өте пайдалы. Бұл денсаулығыңыздағы біраз мәселелерді жаңағы алдын алады, шеше алады, иә. Сол үшін шұбатты көбірек ішіп жүріңіз. Next, peanuts and ketchup. Chocolate, Austria. Do you like ketchup on your chips? How about in a chocolate bar? Is that a yes or a no? Жаңғақ пен кетчуп шоколад Австрия дейді. Сізге фридің үстіндегі кетчуп ұнайды ма? Әлде шоколадпен қосылған қалай сізге? Ұнай ма, или ол қалай болады екен, иә? Бұл бізде sweet snacks, тәтті тіске басарға біз жатқызамыз. Бұл Австриянікі. Now next, lemon and pepper. Tang, Pakistan. Pakistanлық тіске басар. Feeling thirsty? How about a nice lemon drink with pepper? Will it you feel cool or hot? Яғни сіз шөлдеп тұрсыз ба? Сізге лимонға бұрыш қосылған сусын қалай? Сізге суық болады ма, әлде ыстық болады ма? It is unusual snacks. Ерекше тіске басар. Octopus flavored crispy South Korea. Яғни сегізаяқ дәміндегі чипсы. Бұл бізде a bag of octopus flavored crispies is a great way to get the taste of yummy octopus. And you don't have to chew on the legs. Яғни бір қаптамадағы қапшықтағы сегізаяқ дәміндегі чипсы өте дәмді, бірақ сіздер шайнаған кезде оның аяғының дәмін сезбейсіздер. Бұл да ерекше неге тіске басарға жатқызамыз. Fish and chips, gelato, Australia. Gelato деп отырғанымыз балмұздақ. Take two popular dishes, fish and chips and ice cream, and put them together. Yummy or not? Яғни бізге танымал тамақтарды балық, фрим, балмұздақтардың барлығын араластырамыз. Дәмі қалай болады екен? Тәтті болады ма, әлде жоқ па, иә? Бұл бізде sweet snacks, тәтті тіске басарға жатқызамыз. Jelly belly Tabasco beans USA. Beans де отырғанымыз бізде бұл бұршақ, иә? Here's some interesting sweet jelly beans with the flavor of hot Tabasco sauce. Яғни бұршақтарды Tabasco соусымен араластырғанда ол қалай болады екен? Бұнда біз бұны да ерекше тіске басарға жатқызсақ болады. Балалар, сіздерге бұл біз жақсы ақпарат болды деп ойлаймын. Әр елдің өзінше тіске басарлары, осы тіске басарларды есте сақтап аламыз. Next, do exercise 11, read and write the country. Яғни жаңа біз білдік қой тіске басарлардың аттарын білеміз, енді сол қай елдік екенін есімізде жақсы сақталу үшін осы тапсырманы орындаймыз. You can eat or drink camel's milk in Kazakhstan, chocolate with ketchup and peanuts in Austria, octopus flavored crispies in South Korea, fish and chips flavored ice cream in Australia, a lemon drink with pepper in Pakistan, and a hot and spicy sweet in the USA. Балалар, жаңа біз мәтінді жақсылап біліп алған үшін, бұл жаттығуды орындау бізге қатты қиынға соқпады. Солай ма балалар? Оны десе келесі жаттығуға көшеміз. Next, exercise 12, create an unusual snack, present it to the class. Яғни өзіміз ойымыздан ерекше тіске басарды ойластырып, соны сыныбымызға таныстырсақ болады.
болады. Do you like juice? Do you like sausages? How about some sausage flavored juice? Drink it all up. Сізге шырын ұнайды ма? Және шұжық дәміндегі шырын ше. Және де осы шұжық дәміндегі шырынды көбірек ішіп тұрыңыз, я. Осы секілді ерекше тіске басарларды ойлап табамыз, және де соны сыныпта достарымызбен талқылап айтсақ болады. Бұл өте қызықты тапсырма болар еді балалар, я. Сол үшін жақсылап ойластырамыз. Келесі жаттығуға көшеміз. Word gym food words, яғни exercise 13, read, choose and complete. You can use your dictionary to help you. Яғни сөйлемдерді толықтыруымыз керек. They sell 50 different flavors of ice cream here. I like Tabasco sauce because I like hot and spicy food. Yes? Don't eat too so quickly. You must chew your food properly. How would you like to steak, rare, medium or well done? Fish and chips is my favorite dish. What is for dessert? Cake? Я, балалар, сөздердің барлығы түсінікті. Яғни осы біздің жаңағы тіске басар мәтініндегі аударған сөздердің барлығын осы жаттығуда орындадық. Сіздерге ұнаса, каналға тіркелуді ұмытпаймыз.